Шал көмекке кемпірін шақырады. Кемпір шалдан ұстап, шал шалқаннан ұстап, әрі тартады, бері тартады, бірақ орнынан қозғалта да алмайды. Сөйтіп кемпір көмекке немере қызын шақырады деген ертегіні кім білмейді. Бүгінгі контент шалқан туралы болмақшы. Шалқанның тарихы мыңдаған жылдарға кетеді. Ол ежелгі Мысыр мен Римде, сондай-ақ Қытай мен Грецияда белгілі болған. Шалқан орта ғасырларда маңызды азық-түлік көзі болып есептелген. Шалқан денсаулыққа пайдалы және жоғары қоректік құндылығы бар көкөніс. Оны күнделікті тағамға қосу арқылы көп пайда табуға болады. Шалқан өзінің құрамындағы дәрумендер мен минералдардың себебінен көптеген ауруларды алдын алуға және емдеуге көмектеседі. Оның денсаулыққа тигізетін пайдасы көп. Себебі шалқанның құрамында антиоксиданттар, дәрумендер, талшықтар және басқа да пайдалы заттар бар. Олар ағзаның түрлі жүйелерінің жұмысын жақсартады. Шалқан немесе репа, туған аты Brassica rapa, 40 қабат тұқымдасына жататын, тамыры қолданысқа жарайтын шөптесін өсімдік. Бұл өсімдік әлемнің түрлі бөліктерінде, оның ішінде Қазақстанда да кең таралған. Шалқанның басты ерекшелігі оның көптеген түрлерінің тамыры пайдаланылады. Тамырының түсі ақ, сары, қызғылт немесе күлгін болуы мүмкін. Шалқанның бірнеше түрлері бар. Ақ шалқан негізгі түрі көбінесе салаттарда, сорпаларда қолданылады. Қызғылт шалқан тәттілеу дәмімен ерекшеленеді, салаттарға жиі қосылады. Сары шалқан тамыры сары түсті дәрумендерге бай. Қара шалқан қараңғы түсті өте қуатты антиоксидант болып саналады. Шалқан өте қоректік және дәрумендер мен минералдарға бай. Оның құрамында келесі заттар кездеседі: А, С, К дәрумендері, фолий қышқылы, В9 дәрумені, калий, магний, кальций, темір, фосфор, натрий минералды элементтері, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартатын диеталық талшықтар, антиоксиданттар мен глюкозинолаттар, қатерлі ісіктердің алдын алу үшін пайдалы, яғни фитохимиялық қосылыстар және су. Шалқанның құрамында 90%-ға дейін су бар. Бұл оның тамаша ылғалдылық көзі болуына мүмкіндік береді. Шалқанның пайдалы қасиеттері көп. Ол тек тағам ретінде емес, денсаулыққа пайдалы әсері бар өсімдік. Шалқан қандай аурулар кезінде пайдалы? Асқазан ішек аурулары. Шалқанның құрамындағы талшықтар асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Ас қорытуды жеңілдетеді. Ол ішек қабынуларын және іш қатуды емдеуге көмектеседі. Іш қату. Шалқанның құрамындағы жоғары талшықтар ішек қозғалысын ынталандырып, іш қатуды болдырмайды. Жұқпалы аурулар және асқазан аурулары. Шалқанның құрамында қабынуға қарсы әсер ететін қосылыстар бар. Ол асқазанның қабынуын азайтады. Қан қысымы жоғары аурулары. Гипертония. Шалқан құрамында калий мен магний бар. Олар қан қысымын реттеуге көмектеседі. Қан қысымының жоғарылауын бақылап отыру үшін шалқанды тұтыну пайдалы болуы мүмкін. Бұл көкөніс жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға ықпал етеді. Қан диабеті. Шалқанның төмен гликемиялық индексі бар. Бұл оның қандағы қант деңгейін тұрақтандыруға көмектесетініне дәлел. Ол диабет ауруы бар адамдар үшін пайдалы. Себебі қандағы қант деңгейін бірден көтермей, оны тұрақты ұстап тұрады. Сонымен қатар шалқан диабетке қарсы антиоксиданттық әсер көрсетеді. Қатерлі ісіктердің алдын алу. Шалқан құрамында глюкозинолаттар бар. Олар белгілі бір қатерлі ісіктердің дамуына қарсы әсер етеді. Глюкозинолаттар ағзадағы детоксикация процесін күшейтіп, ісіктердің өсуін тежеуге көмектеседі. Бұл қасиет әсіресе өкпе, ішек және сүт безі рагына қарсы пайдалы болуы мүмкін. Жүрек аурулары. Шалқан құрамындағы калий жүрек бұлшықеттерінің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Ол қан қысымын төмендетуге және жүректің дұрыс жұмыс істеуін қолдауға ықпал етеді. Сонымен қатар, шалқан холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Бұл жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға ықпал етеді. Бауыр аурулары. Шалқан бауырдың жұмысын жақсартады, токсиндерді шығарады және ағзаны тазартуға көмектеседі. Оның құрамындағы антиоксиданттар бауырды қорғайды және оның қызметін қалпына келтіруге көмектеседі. Артрит және қабыну аурулары. Шалқанның құрамындағы қабынуға қарсы қасиеттері бар заттар, мысалы антиоксиданттар мен фитохимиялық қосылыстар, артрит пен басқа да қабыну ауруларының ауырсынуын азайтады. Ол қан айналымын жақсартып, буындарды қорғауға көмектеседі. Адамның жалпы иммунитетін нығайту. Шалқан құрамында С дәрумені мен басқа да антиоксиданттар бар. Олар иммунитетті көтеруге және ағзаны ауруларға қарсы тұруға дайындайды. Әсіресе салқын айларда шалқанды қолдану ағзаның қорғаныс күштерін арттырады. Көздің денсаулығы. Шалқан құрамындағы А дәрумені көздің көру қабілетін жақсартады және көз ауруларының алдын алады. Оның құрамындағы антиоксиданттар көздің шаршауын азайтып, көздің ұзақ уақыт бойы сау болуына көмектеседі. Қартаюға қарсы әсері. Шалқандағы антиоксиданттар қартаю процесін баяулатып, терінің серпімділігін сақтауға көмектеседі. Құрамындағы дәрумендер мен минералдар теріні қорғайды, оның жас қалпын сақтауға ықпал етеді. Салмақ тастау. Шалқанның құрамында калориялар аз, бірақ талшықтар көп. Сондықтан ол артық салмақтан арылуға көмектеседі. Ол асқазанды толтырып, ұзақ уақыт бойы аштық сезімін басып, майдың жиналуын тежейді. Жүйке жүйесін нығайту. Шалқан құрамындағы магний жүйке жүйесін тыныштандырады және стресс пен мазасыздықты азайтады. Ол ұйқының сапасын жақсартуға да көмектеседі. Шалқанның зиянды әсерлері.
Шалқанның зиянды әсерлері сирек кездеседі, бірақ кейбір адамдарға оның артық мөлшері ас қорыту проблемаларын тудыруы мүмкін. Мысалы, газ түзу және іштің кебуі. Шалқанның құрамындағы талшықтар мен көмірсулар ішек бактерияларымен әрекеттесіп, газ түзілуіне әкелуі мүмкін. Қалқанша безінің қызметіне әсері. Шалқанның құрамында глюкозинолаттар бар. Олар қалқанша безінің қызметіне кедергі келтіріп, йод тапшылығын тудыруы мүмкін. Сондықтан оны шамадан тыс тұтыну қалқанша без аурулары бар адамдар үшін зиянды болуы мүмкін. Шалқанды қалай тұтыну керек? Шалқанды әртүрлі түрде қолдануға болады. Шикілей, салаттарға және түскі немесе кешкі асқа қосуға болады. Піскен түрі сорпаларда, пюреде, қуыруда, пісірілген немесе қақталған түрінде тұтынылады. Шалқанның шырынын сығып ішуге де болады. Ол ағзаны сергітіп, токсиндерді шығарады. Шалқанды қыста сақтауға ыңғайлы, тұздауға немесе маринадтауға болады. Қорытындылай келсек, шалқанның құрамындағы дәрумендер, минералдар, антиоксиданттар және талшықтар оны көптеген ауруларды алдын алу және емдеуде қолдануға мүмкіндік береді. Шалқанды күнделікті тағамға қосу арқылы сіз тек дәмді әрі пайдалы тамақ емес, сонымен қатар ағзаны түрлі аурулардан қорғауға бағытталған тамаша құралды тұтына аласыз. Бірақ шалқанды шамадан тыс тұтыну кейбір жағдайларда асқазанға жүк салуы мүмкін екенін ескерген жөн. Және де Вадим Зеландтың «Взлом техногенной системы» деген кітабында шалқанды шекелей жеуді үгіттейді. Оның айтуынша, практикасында шалқанды жеу кезінде жаңа тістер шыққан, яғни жоқ тістердің орнында жаңа тістер шығыпты. Енді оны бір Алла біледі. Жалпы шалқан, шалғам және тұрыпты қолдануға кеңес береді. Осымен шалқан туралы аяқтадық. Бұл контент пайдалы болған болса, лүпіл бас, пікір жаз, бөліс және арнаға жазыл. Қызықты және пайдалы контенттерді жіберіп алмау үшін қоңырау батырмасын басып қой. Сау саламатта болайық.